Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Мен сіздерге қазір лавровый лист арқылы ақша шақыру техникасын бөлісемін. Ол үшін біздерге әдеттегідей 3 лавровый лист керек. Егер де сіздің үйде лавровый лист болатын болса, домашний, ол жарамайды. Бұл техникаға міндетті түрде арнайы лавровый лист сатып алыңыз. Одан кейін бізге мынандай мұзға қатырылған су керек. Бірінші мұзға морозильникке қатырып алып, одан қайттан ертіп, осындай ыдысқа су құйып аламыз. Талая вода дейді ғой. Одан кейін бізге спичка қажет, себебі біздер қазір лавровый листі жағатын боламыз. Бұл техника 100% жұмыс жасайды, әрине. Біздер ұстазымыз екеуміз талай практикамызда қолдандық. Сондықтан біздер осы каналды ашып, сәл де болса сіздерге пайдамызды тигіміз келді. Сондықтан сіз бізге лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Алғыс ретінде. Кәне достар, осымен көп сөйлемей, мен сіздерге қазір техниканы үйретемін. Біріншіден осындай лавровый листтің үшеуін аламыз. Лавровый листі осылай аламыз. Одан амиан қажет бізге. Осындай лавровый листі бір-бірінің үстіне осылай. Негізі бүтіні жақсы, менікі тек просто активировать етіп атқан жоқпын. Сондықтан бүтін лавровый лист алған жақсы. Өйстіп амианымызға ровно бір күн қойып қоямыз, 24 сағат қойып қоямыз. Бір күн өткеннен кейін лавровый листі алып, амианымыздан осылай шығарып аламыз да, лавровый листі жаңағы мұзға қатырылған талай суымызды осылай кесеге құйып аламыз. Кесеге құйып аламыз да, лавровый листімізді жағамыз. Достар, міндетті түрде спичкамен жағу керек. Бұған не жарамайды, пинцетпен ұстап тұрсаңыз да болады. Өстіп жағып тұрған кезде бір рет мен жазған дұғаны оқисыңыз да, осылай салып жібересіңіз. Мен тек сізге үлгі ретінде көрсеттім, бірақ мына лавровый листтің барлығы жану керек. Менде қазір пинцет жоқ, сондықтан мен жанып атырғасын суға салып жібердім. Сол жанып атырған кезде бір рет оқисыңыз дұғаны. Тек бір рет оқисыңыз. Мен ол дұғаны бірінші комментарийға бекітіп қоямын. Сосын осы барлық жері жану керек. Барлық жері жану керек. Мысалға, бәр жері жанды деп ойлайық та, бәрі мыналарда барлық жері жанғасын. Күл болып қалады ғой, соны сыртқа шығып, егерде сіздер многоэтажный үйде тұратын болсаңыз, онда терезеден мынаны құйып жібересіңіз. Кешке қарай адам көріп қалады десеңіз, кешке қарай түн болып қалған кезде сіз терезеден құйып жіберсеңіз болады. Немесе сіздер жеке үйде тұратын болсаңыз, частный домда, онда сыртқа шығып, кәдімгі заборыңыздан дейін ба, дворыңыздан дейін ба, білмеймін, калиткадан шығып, өзіңіздің участокқа емес, сыртқа любой бір жерге мынаны шашып жібересіз. Болғаны, достар, ал сәттілік істеп көріңіз. Егер де сіздің қадеңізге жараса, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сәттілік, достар.